إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، бүгінгі сабағымыз адабул маши ила салахтан өткен сабақтан жетіп келген орнымыздан жалғастырамыз. Ол тақырып сол намаздағы, жамағат намазындағы саптардың мәселесі туралы еді. Онда муаллиф рахимахуллах айтады: "Ва қурбус саффи минху афдал, ва каза қурбус суфуфи ба'духа мин ба'д, ва каза тавассутуху ас-саффа, لقوله صلى الله عليه وسلم: وسطوا الإمام وسدوا الخلل. وسطوا الإمام وسدوا الخلل." Муаллиф рахимахуллах айтады: саптың минху, яғни имамнан жақын болғаны абзал, және сол сияқты саптардың барлығы бір-бірінен жақын болғаны дұрыс дейді. Негізінде саптың мәселесі жамағат намазында өте ерекше мән берілу керек болған мәселелерден. Наби саллаллаху алейхи уассалам намазда сахабалардың саптарын дұрыстап, олардың саптарының тегіс болуына қатты мән беретін. Сол сияқты Наби саллаллаху алейхи уассаламның асхабтары да сол нәрсеге ерекше мән беретін. Тіпті Ибн Умар радиаллаху анху айтады: Умар өзі адамдарға имам болып намаз оқыған уақытында саптарды тегістемей намазды бастамайтынын дейді. Наби саллаллаху алейхи уассалам сахабаларға имам Муслим рахимахуллах шығарған хадисте: сендер періштелер Алланың алдында сапта тұрғандай тұрмайсыңдар ма деп ескерту айтады. Сонда сахабалар: я Расулаллах, періштелер Алланың алдында қандай сапта тұрады дегенде, Наби саллаллаху алейхи уассалам: ютиммуна суфуфал мутақаддимата ва ятарассауна фис-саф дейді. Олар алғы саптарды толықтатып, сонда саптарында бір-бірлеріне жабысып тұратын дейді. Тарас дегені бір-біріне илсақ, яғни жабысу, бір-бірлеріне тиіп тұратын еді дейді. Бұл саптың ең басы имамның артынан басталады, және жағдай барынша имамға жақын болу керек. Саптардың да арасы бір-біріне жақын болғаны дұрыс. Себебі соменен имамды дұрыс естеді, және арттағылар одан бұрынғыларды саптарында бір-бірлеріне дауыстары жетуменен және әрекеттерін көруде болады.
сол саптың мәселесінде Анас ибн Малик радиаллаху анху айтады, Наби саллаллаху алейхи уассалам сапты тегістеуге бұйыратын. Сонда біздердің біреуіміздің иығы жанындағы серігінің иығына, аяғы аяғына тиіп тұратын еді дейді. Хадис Бұхари Муслимде. Бұл дәлел қылады, саптар осындай дәрежеде бір-біріне жақын болу керек. Бірақ кейбір кездерде осы сүндетті татбиқында, татбиқ дегені, яғни соны орындауда кейбір адамдар қателесіп қалады. Сап басталғанда ең бірінші иыққа мән беру керек. Иық егер екіншісінің жанындағы серігінің иығына тисе, сөзсіз аяқта соған жақын болып қалады. Амма кейбіреулер иықты ұмытады да аяқты тигізумен әуре болып қалады. Өзі жанындағы серігінің иығына тигізсе, және мысал айтатын болсақ, мысал имамның оң жағында тұрған адам сапта, арттағы сапта, ол имамға қарап басталу керек сапы. Оның сапы сол жаққа қарап жүру болады. Өзі иығын өзінің сол жағындағы адамға тигізіп, өзінің оң жағындағы адамдың иығын өзіне тартса, соменен аяқ өзінен өзі табиғи суретте тиіп қалады. Амма иыққа мән бермейді да кейбіреулер, аяқты ашумен әуре болып қалады, соменен ол сүндетті орындадым деп ойлап қалады. Бұл қателеседі. Дұрыс, аяқты тигізу керек. Бірақ иықпенен бірге тигізуге әрекет қылу керек. Әсіресе біздің елдерде иықты иыққа тигізуде ешқандай проблема жоқ. Мешіттің имамдары да, альхамдулилля, жалпы жамағатта оған қарсылық қылмайды. Демек, адам сол қарсылық болмаған мәселемен бастау керек. Кейбір келіспеушілік болған мәселеден бастамай. Қарсылық болмаған мәселеден бастаса, сонда, альхамдулилля, арғысы өз орнына кеп қалады. Сол себептен кейбір сүндеттерді орындауда адам қателесіп қалу себепті ол сүндетте адамдардың көзіне жек көрсетіп қоюда ықтималы нақ көрініп тұрады. Наби саллаллаху алейхи уассалам осы сапты тегістеу бабын өте қатты ескертуде, хадисте былай деп айтады. Сендер саптарыңды тегістейсіңдер, егер олай істемейтін болсаңдар, сендердің беттеріңді Аллах бір-біріне теріс қылып қояды дейді. Бұл дәлел қылады, жалпы сыртқы көріністің бір-біріне қарсылығы ішкі көріністің қарсылығына себеп болады. Сапты адамдар бір-біріне тез болғандығынан Аллах субханаху ва таала олардың жүректерінде бір-біріне қарсы қылып қояды. Әсіресе егер сүндеттен бет бұрумен болып тұрса. Наби саллаллаху алейхи уассалам айтады, «Маррағиба ан сүннати фалайса минни». Кім-де-кім менің сүннетіммен бет бұрса менен емес. Кейбір адамдар өзінің надандығы себепті, білімсіздігі себепті болуы мүмкін. Білмейді сапта қалай тұруды, оған үйрету керек.
жақсы мінезбенен үйрету керек, жақсы сөзбенен үйрету керек. Және кейбір адамдар тәкаппарлығы себепті өзін басқа адамдардан, әсіресе жанындағы адам азғантай бір төменірек іс иесі болса, немесе өзі бай болып жанындағы бір кедей болса, немесе азғантай бір денесінде азғантай бір ауруы болған адамдар, немесе соған ұқсаған адамдармен тұрып қалса, иығында тигізгісі келмейді, кібірлігі себепті. Міне Аллах субханаху ва тағала осы адамдардың жүректері қандай бір шариғатқа қарсы екенін амалдан да көрсетіп қойып жатыр. Алланың алдында бүткіл пенделер Аллаху акбар деп намазға кірумен бір түрлі, одан кейін де бір түрлі, бірақ намазда ашық пенделер Алланың алдында тең екені ашық көрініп тұрады. Сөзсіз біз білеміз, Алланың алдындағы құрметті адамдар тек қана иман, ислам, таухид, тақуаменен. Бірақ мешітте келіп тұрған уақытта Алланың алдында олар барлығы бір пенде екені, және олар бір-біріне бауыр екені, олардың арасындағы мейірімділік соншалық дәрежеде, олар ешқандай бір қисықтық немесе бір-біріне терістік болмайтын екенін амалдармен көрсетіп береді. Сол себептен Наби саллаллаху алейхи ва саллям Ибн Умар радиаллаху анхуның хадисінде, болды Абу Даудта, айтады: "Ақиму суфуф ва хазу байнал манакиби ва суддул халал." Саптарыңызды тегістеңіздер, және иықтарды бір-бірлеріне туырлаңыздар. Ва суддул халал, бос жерлерді жабыңыздар дейді. Валину би айди ихваникум, сендер бауырларыңдың иықтарына жұмсақтық қылыңдар деп жатыр. Яғни ол дегені, егер азғантай бос жер болып тұратын болса, сонда бір-бірлеріңе иықтарыңды жұмсатып, сол бос жерді тосуға бір-бірлеріңе жәрдем беріңдер деген мағынада. Жоқ жерге тығып алу емес. Кейбір адамдар әйтеуір жоқ жерден мұсылмандарға қиыншылық қылатындай намазда тұра алмайтын дәрежеде сығылысып алады. Бұл да дұрыс емес, бірақ азғантай бос жер бар ма? Бос болып қала жатыр ма? Сол жерде адам жағдай барынша кіру керек. Жанындағы адамдар оған жайды жай иықтарын жұмсатып, оған жай дайындап беруге әрекет қылу керек. Сонда Наби саллаллаху алейхи ва саллям хадистің жалғасында айтады: "Вала тазару фуружатин лиш-шайтан." Шайтанға бос жерлерді тастап қоймаңдар деп жатыр. Шайтанға бос жерлерді тастап қоймаңдар деп жатыр. Наби саллаллаху алейхи ва саллям басқа бір хадисте, Анас ибн Малик радиаллаху анхуның хадисінде, саптарыңды тегістеңдер, оларды бір-біріне жақын қылыңдар дейді. Мен деп жатыр, Аллаға ант етемін деп жатыр, мен шайтанды сол қойдың кішкентай бір қара қой сияқты саптардың арасына кіріп келе жатқанын көремін дейді. Сап бос болып қалса, арада бостық болып қалатын болса, шайтан сол жерге кіреді екен. Кейбір адамдарды естіп қаласын, надандығы себепті аяғыңды ашқанда шайтан аяғың астынан өтіп кетеді ғой дейді. Бұл тура хадистің үстінен күлген сияқты, Алла сақтасын. Бұл өте қатерлі сөз. Біз шайтанды қай жерден өтетін екенін білдік. Ол сапта екі адамның арасы бос болып қалса, сол жерден шайтан кіреді екен. Амма бізге аяқтың астынан, екі аяқтың ортасынан шайтан кіретін екенін келген жоқ. Егер келген болса, айтамыз. Амма сен аяғыңды қатты ашсаң, шайтан араңнан өтіп кетеді деген сөздерді айтып, хадиске ондай мысалдарды келтіру, бұл дұрыс емес. Наби саллаллаху алейхи ва салламның немесе Аллахтың сөзіне әртүрлі осылай күлкілі сөздерді айту, әртүрлі мысалдарды келтіру, бұл Алла мен Расулының сөзінің үстінен күлуге кіріп қалады. Бұл жақсы сөз емес. Бұл сөз иесі сөзіне
сақ болу керек. Дұрыс, ол ішінен күліп атқан жоқ шығар. Сөзсіз иман иесі болғаннан кейін олай істемейді. Бірақ сөзі соған дәлелет қылып қалуы анық көрініп тұрады. Сол себептен бұндай сөздерден ұзақ болу керек. Жамандықты құжатпен қайтару керек. Жақсылықты құжатпенен растау керек болады. Бұл кісі айтады: "Вакада тавассутуху ас-саффа лиқаулихи саллаллаху алейхи вассалам васситул имама васуддул халал", деп жатыр. Сол сияқты имам саптардың ортасында тұрады деп жатыр. Васситул имамды ортада қылыңдар және саптардың ішіндегі бос жерлерді жабыңдар дегенде хадисті айтып жатыр. Бұл хадис имамды ортада қылыңдар деген хадистің иснадында сөз бар. Бірақ жалпы Наби саллаллаху алейхи уассаламның оқыған намаздарына қарайтын болсақ, ол кісі сол намазда имам болып ортада тұрған. Өткендегі сабақтарында егер естігендер болатын болса, Жаббар менен Жәбір радиаллаху анхуның екеуі Наби саллаллаху алейхи вассалам артында намаз оқығанын оқыдық, Муслимдегі хадисті. Сонда Наби саллаллаху алейхи вассалам екеуін өзінің артына қойды. Тура сол сияқты Анас ибн Малик радиаллаху анхуның хадисі де Муслимде, анау кішкентай бір жас баламенен намаз оқыған уақытында екеуін артына қойды. Сол сияқты. Сөзсіз имам жамағаттың ортасында болғаны жақсы. Себебі бір жағынан барлық жаққа даусы теңдей жеткені болады соменен. Биднилла. Бірақ бұл важип мәселе емес. Яғни біреулер сол бағанағы мешіттің ортасы болу керек, бағанағы метр сантиметрмен өлшеп жүреді. Ол дұрыс, ондай нәрсе жоқ шариғатта. Немесе оң жағы сол жағынан көбірек болу керек деген әртүрлі сөздер бар. Бұл кейбір фуқахалардың сөзі кеп қалады, бірақ ол дәлел ретінде қабылданатын сөздер емес. Тайып, айтады ар жағында: "Ватасихху мусаффату сабийин", жас баланың, сәбидің сапта тұруы дұрыс болады деп жатыр. Шариғатта рұқсат етіледі. Анас радиаллаху анху және жанындағы кішкентай бала Наби саллаллаху алейхи уассаламның артында бағанағы хадистегі сапта тұрған сияқты. Бірақ осы жерде және бір мешіттің әдептерінен ескертіп өтуіміз керек болады. Мешітке адам баласын алып келсе, ол баласы жағдай барынша тәртіппен ұстауға әрекет қылынған болу керек. Яғни кейбір балдар ақылдарын танып қалған, оң соңын білет. Мешітке алып келіп сапқа қойсаң, ол жерде тұруды біледі, дәрет ұстауды біледі, ақылы жетеді. Шум көтеретін, бағанағы дауыс көтеріп әртүрлі дауыстарды шығаратындай, жамағатты мазаламайтындай дәрежеде болатын бала болу керек. Сол балдарды мешітке алып келіп, жамағатқа үйретіп, сапта тұрғызса жақсы. Имамның тура артынан басқа саптың бәрінде тұра береді. Оны өткенде айтып өттік оны. Амма жылайтын, өзін ұстап білмейтін кішкентай балдарды алып келіп, жамағатты оның жылау дауыстарыменен мазалатуға, бұл мешіттің әдебіне қарсы нәрсе. Арам деп айтылмайды, бірақ бұл бапта хадис келеді: жындыларды және балдарыңды мешіттен ұзақ қылыңдар деген. Бұл хадис сахих емес, бірақ жалпы мешіттің әдебінен зікір қылады ғалымдар. Сол себептен мешітке алып келетін балдар осылай өзін ұстап білетін, мешіттегі жамағатты және олардың оқып атқан намаздарын мазаламайтын балдар болу керек. Кейбір адамдарды көресін, мешітке барғанда балдарын қойып жібереді. Неде ойнайтын бауда, садикте жүрген сияқты тастап қояды. Барып Құранды, Алланың сөзін ойнайды олар. Соларды әртүрлі жағдайларда жерлерге тастатып қояды. Немесе намаз оқып атқан адамдардың алдынан өтеді. Намаз оқып атқан адамдарды мазалайды бақыруменен. Бұл ақиқатта жалпы мешіттің әдептеріне қарсы. Егер сол әдеп сақталынбаса, мешіт деген
керуен сарай сияқты болып қалады. Сөздің ар жағында муаллиф рахимахулла айтады: "Ва ин салла фаззан лам тасих" деп жатыр. Бір адам сапта артта жалғыз өзі тұрып намаз оқыса, намазы дұрыс болмайды деп жатыр. Бұл жалпы саптың мәселелерінің бірі. Наби саллаллаху алейхи уассалам бір адамды саптың артында, жамағаттың артында жеке өзі жалғыз намаз оқып тұрған адамның намазын көреді де, сонда намазың намаз емес, намазыңды қайтарып оқып ал деп айтады. Бұл мәселеде, яғни бір адам жалпы саптың артында жалғыз өзі оқу мәселесінде ғалымдардың арасында негізінде хилаф бар. Бірақ біз қазір хилафты айтатын орында емес, бәлкім мәселені жақындатып айту орындамыз. Сол себептен айтамыз, егер сап тұрып, сапта жай болып тұрып, бір адам жамағаттан жеке өзі артта бір өзі жалғыз тұрып оқып атса, сол имамға еріп, ол намазы намаз емес. Себебі хадистерде келген жалғыз өзі тұрып оқығаны. Амма бір адам мешітке келді да, мешітке кірді, намазға кірейін деп жатыр, жалғыз өзі сапта артта, бірінші сапта немесе екінші сапта жай жоқ. Егер жағдай болатын болса, сапқа шығуға әрекет қылады. Бірінші сапта көріп тұр, жай бар, аттап өтсе болады. Оның ақысы бар сол жерде. Сапты Наби саллаллаху алейхи вассалам толықтатуға бұйырған. Сол істі, әмірді орындау үшін аттап өтеді. Ақысы бар сол жерде. Егер көріп тұр, ол жерде ешқандай алдындағы сапта бос жер көріп атқан жоқ. Ол адам не істейді? Арттан жамағатта басқа адам келетін үміті болатын болса, күте тұрады да, хилафтан шығу үшін артынан жамағаттағы, яғни сол сапқа серік болып тұратын адамды күтіп тұрып бірге намазға кіреді. Сонда ешқандай намазында кемшілік бейднилlah болмайды. Амма сондай бір жағдайлар болып қалады, алдыңғы саптарда ешқандай жай жоқ, және сол сияқты арттан келетін, оған бір сапқа серік болып тұратын адамдан келуінде де үміт жоқ. Ол адам не істейді дегенінде ғалымдар азғантай хилаф қылады сол жерде. Кейбір ғалымдар айтады, жоқ, намаз оқымайды дейді. Себебі жалғыз оқса, намазы намаз болмайды дейді. Кейбір ғалымдар айтады, алғы саптан артқа біреуді тартып, яғни оқиды дейді. Осы жерде Наби саллаллаху алейхи уассаламда бағанағы әйел кісі жалғыз өзі артта намаз оқыды. Себебі оменен жалпы сапта тұратын адам жоқ. Әйел кісі, ер кісімен бір сапта тұру мүмкін емес. Сол себептен өзі жалғыз артта сапта тұруға рұқсат болды. Сол сияқты, егер осындай бір жағдайда түсіп қалса, жалғыз оқыса бола береді дейді. Сондай бір суретке балып қалса. Әйелдерді тура осылай өкімде болады. Әйелдерді тура осылай өкімде болады. Егер жалғыз өзі болатын болса, жалғыз артта оқи береді бір өзі. Амма әйел кісінің менен бірге басқа бір әйелдер болатын болса, олар бір сапта тұрып оқу керек болады еркектердің артында. Жалғыз бір өзі тұрып оқыса, хадистегі келген сияқты, оның да сапта тұруға жағдай болып тұрып, намазда сапта тұрмағандығы үшін намазы намаз болмайды. Демек, сапта жай бола тұрып, сол жерде тұрмай жалғыз өзі оқыса, намазы намаз болмайды. Амма сапта жай болмағандықтан, алдында, жанында ешкім болу, яғни біреу келуі мүмкін емес болып, намазсыз қалғаннан көре, ол адамның намазы оқылуы мүмкін. Себебі Аллах субханаху ва таала айтқандай, ла юкаллифуллаху нафсан илля вус'аха. Аллах пендені күші жеткен нәрсеге бұйырады дейді. Мәселеде азғантай хилаф бар.
Wallahu alam. Айтады, сөздің ар жағында айтады, وإن كان المأموم يرى الإمام أو من وراءه صح ولو تتصل الصفوف وكذا لو لم يرى أحدهما إن سمع التكبير لإمكان الاقتداء بسماع التكبير كالمشاهدة. يعني бұл жердегі мәселе, имам мa'мум менен намаз оқып тұр. Арада бір ашық болуы мүмкін, жер. Ашықтық болуы мүмкін. Бірақ имамды көріп тұрады. Немесе имамның даусын естіп тұрады. Онда артында үйіп оқыса бола береді. Арада сап бөлініп қалса да, сап дегенімізден төбеден төмен жақа, немесе арада бір дуал бар. Егер дауыс жетіп тұрса, бола береді. Егер дауыс жеттіру менен сапта кейбір уақыттарда мынау Медине, Меккеде болатын жағдайлар көп болып тұрады. Мешіттің ішінде ғой, бірақ алғы сапта жүруге жағдай бар, бірақ арттағы сапта намаз оқиды. Мешіттің ішінде. Бұл намаздары дұрыс болады, бірақ сапты толықтатпағандығы үшін күнәлі болады олар. Себебі Наби саллаллаху алейхи ва саллям сапты толтыруға бұйырған. Сол себептен намаздары намаз болады да, бірақ олар сол әмірді орындамағандықтан күнәлі болады. Енді бір адамдар мешіттің сыртында намаз оқиды. Бірақ сап сол жерге шейін жетіп барады. Әсіресе жұма күндерінде, айт намаздарында осындай бір жағдайлар болып тұрады. Егер сап жалғасып, мешіттен шығып, жолдарға шығып кетсе де, олардың намазы намаз бола береді. Себебі сап жалғасып тұр. Сол себептен олардың намаздары дұрыс бола береді. Арада азғантай жол болып тұрса да, адамдар жүретін, немесе дуал болып тұрса да, оның дауысы жетіп тұрса, алхамдулиллах, намаздары намаз бола береді. Айтады, وَيُكْرَهُ أَنْ يَكُونَ الْإِمَامُ أَعْلَى مِنَ الْمَأْمُومِينَ. قال أبو مسعود لحذيفة ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال بلى رواه الشافعي بإسناد ثقات. Айтады, имам арттағы тұрған жамағаттан биік жерде намаз оқығаны макрух болады деп отыр. Негізінде имам жамағатпен бір түрлі жерде тұрған дұрыс. Сол себептен Хузайфа радияллаху анху адамдарға имам болып оқиды да, төбелік жерге шығып алып оқиды өзі. Адамдар төменде. Сонда Абу Масуд радияллаху анху оның киімінен тартады да, сонда намаз біткеннен кейін айтады, сен білмеген бедің осындай жағдайда бізден қайтарылады не қой дейді. Сонда сен киімімді тартқан уақытымда мен есіме түсті дейді. Тайып, имам өзі адамдармен бірге, бірақ имамнан төмен тұрып оқитындар да болады, қазіргі күнде бар о нәрсе. Онда қалай болады? Мысал, қазір кейбір мешіттер подвалы бар астында. Имамнан төмен жақта тұр. Бірақ имам олардан төбе жерге шығып алған жоқ. Ол мешіттің тура жерінде тұр. Негіз жамағатпенен тұр. Бірақ жайдың аздығынан оның астында да намаз оқып жатыр. Ол бола береді. Онда ешқандай қарсылық жоқ. Сол себептен айтып жатыр: "Вала баса би'улуин ясирин кадарajati minbar лихадиси сахлин аннаху саллаллаху алейхи ва саллям салла аля ал-минбари thumma назала al-qahqara ва сажада." Бұл қажет себепті. Имам азғантай төмен болса, немесе имамдан кейбір адамдар азғантай төмен болса, имам азғантай биігіректе болса, ештеңе етпейді. Қажет себепті. Наби саллаллаху алейхи ва саллям
сахабаларға намаз оқып үйретуді мақсаттап минбардың үстінде намаз оқиды. Бұл қажет себепті болып тұр. Сонда Наби саллаллаху алейхи ва саллям минбардың үстінде тұрып намаз оқып көрсетіп береді да, сәжде қылу үшін минбардан төменге түсіп намазды жалғастыратын. Уәлә бә'сә би'улуи маъмумин. Маъмум, яғни имамның артында тұрған адам төбеде болса, бағанағының терісі. Бағана қазіргі күнде имам мешіттің екінші этажы. Сонда не болады десе, бол да қажетпен бола береді. Бірақ қажетсіз болмаған дұрыс. Мысалы, имам өзі жалғыз ана жерде михрабта тұрады да, біреулер екінші этажға шығып алып намаз оқиды. Бұл жақсы емес бұл. Имамның артынан басталады сап. Намазы дұрыс болса да, бұл сапты дұрыс орындамаған болады. Бірақ қажет себепті, мешіттің тарлығы себепті, жай болмағандықтан төбеге шығып оқса, онда бола береді. Тайып. Айтады: ويكره تطوع الإمام في موضوع المكتوبة بعدها لحديث المغيرة مرفوعا رواه أبو داود لكن قال أحمد لا أعرفه عن غير علي. Бұл жерде және бір мәселе, имам өзі парыз оқыған жерде нәпіл оқуы макрух болады деп отыр. Муғира радиаллаху анхуның хадисі, Наби саллаллаху алейхи ва саллям имам өзі парыз оқыған жерінде намаз оқымасын, ол жерден басқа бір жерге көшсін дейді. Бұл негіз имамның намазда болған әдептерінен. Сол себептен Муауия радиаллаху анхуның хадисінен келеді. Имам Муслим рахимахуллах сахихында шығарған хадисте Наби саллаллаху алейхи ва саллям бізге сөйлеместен немесе шықпай тұрып, сол намазға басқа бір намазды жалғаудан қайтарған еді. Яғни бірден парыз оқыдың да, бірден нәпіл оқисың. Осы нәрсе сүннетке қарсы. Кейбір жерлерде көресің, бәлкім көбінесе жолықтырасың, кейбір уақыттарда намазды, парызды оқиды да, бірден тұрып нәпіл бастап кетеді. Бұл осы Сахи Муслимде келген Муауия радиаллаху анхуның хадисіне қарсы. Айтады Муауия радиаллаху анху: "Умирна бидалика алла нусила салатан хатта натакаллама ау нахруж." Бір сөзді айтып немесе сөйлемегенше басқа бір намазды жалғаудан қайтарылдық деп жатыр. Немесе жалғамауға бұйырылдық деп жатыр. Парызды оқыды ма, адам жоқ дегенде бір зікірлерді айтып немесе бір жайды өзгерткені дұрыс. Жағдай болса. Тайып. Уала янсарифул маъмуму қаблаху. Маъмум имамнан бұрын намаздан шығып кетуге ақысы жоқ. Бұл кейбір имамның артында намаз оқушылардың асығуына кіреді. Ақиқатта таң қалатын дәрежеде кейбір адамдардың надандығынан, сасқалақтығынан ол біледі. Ол имамменен Аллаху акбар деп намазға кірді. Ол имам сәлем бермегенше шықпайтын екенін біледі. Бірақ имамменен асығып оқиды. Имаммен асығып оқиды, тура сәлемнен бұрын шығып кететіндей. Асыққанмен ешқандай пайда жоқ. Себебі Наби саллаллаху алейхи ва саллям: "Ла тасбиқуни бир-руку'i вала бис-суджуди вала бил-инсирафи." Сендер менен рукуде, сәждеде, намаздан қайтуда менен өзіп кетпеңдер дейді. Имамның артынан ерисің. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Содан кейін сәлем беріп шығасың намаздан. Тура сол сияқты сәждеде бұрын рукуға имамнан бұрын бармайсың, сәждеге де имамнан бұрын бармайтын сияқты, намаздан да одан бұрын қайтпайсың. Айтады: ويكره لغير الإمام اتخاذ مكان في المسجد لا يصلي فرضه إلا فيه لنهيه صلى الله عليه وسلم عن إيطان كإيطان البعير. Айтады, имамнан басқа біреу мешітте өзі парызы оқитын жай істеп алуы макрух болады.
Яғни кейбір жерлерде көресің, мешітте жайнамаз салып алады. Мешіттегі пәлен жерді өзінің мүлкіне аударып алған сияқты, атына өткізіп алған сияқты. Сол жерде ғана намаз оқиды. Басқа біреуге бермейді. Кешігіп келсе де тұрғызып жібереді бағанағы адамдарды. Бұл дұрыс емес бұл. Наби саллаллаху алейхи ва саллям Абу Дауд рахимахулла шығарған хадисте сахабаларды қайтарады. Нақратул ғураб, бағанағы қарғаның шоқитын сияқты тез-тез сәжде қылып оқудан, уафтирашы сабу, бағанағы жыртқыш айуанның, бағанағы иттердің жататыны бар. Жатқанда екі шынтағы жерге тиіп тұрады. Сондай сәжде қылудан қайтарады. Және бір кісі мешітте түйе өзіне жай қылып алатын, бір жай қылып, өзіне жеке жай қылып алудан қайтарған. Себебі бұл мешіттің ерекше қасиетінен. Ол Аллахтың үйі. Ол мешітті пәленшінің әкесі немесе көкесі салған болса да, өзі салған болса да, мешітте өзі тұратын жеке жер қылып алуға ешкімнің ақысы жоқ. Имамнан басқа тек қана. Себебі имамның тұратын жері мәлім. Имамнан басқа ешбір адам мешітте өзіне жеке жай қылып алуы бұл сүндетке қарсы нәрсе. Одан кейін бізде намаз уақыты болып қалды. Одан кейінгі мәселені қысқаша алуға әрекет қыламыз. Айтады: "Ую'зару фи таркил жум'ати вал жама'ати маридун ва хаифун ضياع ماله أو ما هو مستحفظ عليه لأن المشقة اللاحقة بذلك أكثر من بلل الثياب بالمطر الذي هو عذر بالاتفاق." деп отыр. Жамағаттан қалуы мүмкін болған үзір иелері. Яғни төбеде айттық, жамағатқа әрбір адам бару керек, әрбір ер кісі жауап беру керек. Тек қана ауру болса, ол адамға үзірі бар. Себебі Ибн Масуд радиаллаху анху айтады, біздің уақытымызда, Наби саллаллаху алейхи ва саллям уақытында намаздан кешігіп қалған адам тек қана нифақы, мұнафықтығы білініп қалған немесе ауру адам ғана болуы мүмкін еді дейді. Яғни ол деген Наби саллаллаху алейхи уақытында сол нәрсе болған. Сол сияқты өзінің мал дүниесі жоқ болуынан немесе оған бір нәрсені сақтап қою тапсырылған болса, соны сақтамаса болмайтын. Мысалы, қазіргі күнде қарауылдар. Егер соны сақтап тұрмаса, қарауылдық қылып тұрмаса, аңдап тұрмаса соны, ол ұрлап кетуі мүмкін. Ол адамдар со нәрсеге тапсырылған. Ол адамдар егер со нәрсені тастап жамағатқа кететін болса, тапсырылған нәрселері жоқ болуы мүмкін. Сол себептен сол жұмысханалардың қарауылдары, сондай адамдар егер екі-үшеу болып тұрса, кезекпе-кезек барып келуге жағдай болатын болса, кезекпе-кезек барған дұрыс. Біреу мысал бір намазға барса, кейінгісі басқа бір намазға барады. Амма кезектесуге де жағдайы болмайтын болса, олар өздері сол жерде оқуына оларға рұқсат болады. Себебі Наби саллаллаху алейхи ва саллям жаңбыр жауған уақытта үйлерде намаз оқуға рұқсат берген. Саллу фи рихаликум деп айтатын Бухари Муслимдегі хадисте. Салли, үйлеріңде намаз оқи беріңдер деп. Себеп бағанағы мешітке келуде машақат бар. Сол себептен Наби саллаллаху алейхи ва саллям үйлерде намаз оқуға рұқсат беретін. Енді осы бір жаңбыр себепті, осындай бір қиыншылықта, азғантай қиыншылықта Наби саллаллаху алейхи ва саллям рұқсат берген болса, енді мал дүниенің күйіп кетуі немесе ұрланып кетуі сияқты бұндай бір машақатқа сөзсіз рұқсат беріледі демекші. Сөздің ақырында айтады: "Уюкраху худурул масджиди лиман акала суман ау басалан валау хала мин адами литааддил малаикати бидалика" деп отыр. Кімде-кім қазіргі күндегі сарымсақ, пияз, бағанағы чеснок дейміз, немесе пияз, немесе соған ұқсаған адамдарға азар жеткізетін иісті, жаман иісті нәрселерді жеген адам мешітке келуі мәкрух болады. Бұл да не қылады? Жамағатқа баруын біліп тұрып, адам бұндай нәрселерді жемеген дұрыс. Кейбіреулер жамағаттан қашу үшін пиязды жеп ала деген, сарымсақты жеп ала деген. Бұл дұрыс емес бұл. Наби саллаллаху алейхи ва саллям сондай жегендер келмесін дегені, яғни жамағатқа келетін болсаң, сондайларды жеме дегені. Ондайларды жеу арам емес.
Бірақ оны өлтіріп жеу керек, бағанағы пісіріп жеу керек, иісі келмейтін дәрежеде. Немесе адам кешке жесе, азанға шейін, таңға шейін кететіндей болатын болса, оны жесе дұрыс. Арам емес, бірақ соны жеу себепті жамағаттан қалу болғандығынан ондай нәрселерден сақтанғаны дұрыс. Себебі Наби саллаллаху алейхи уассалам айтады, кімде-кім осындай нәрселерді жесе, пияз немесе сарымсақ, соған ұқсаған нәрселерді жесе, біздің мешіттерімізге жоламасын деп жатыр. Себебі періштелер адамдар азар шегетін нәрселерден азар шегеді деп жатыр. Демек, бұл мешіттің және жамағаттың әдебіне қарсы болған нәрселер. Сол себептен ғалымдар бұндай істерді макрух деп айтады. Кейінгі сабағымыз ол үзірлі болған адамдардың намазы қалай болатын екені туралы. Иншалла оны кейінгі сабақта аламыз. Аллаху алам. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфирука.